Сынақ. Соңғы кездерде біздің топтың оқу үлгерімі нашарлап кетті. Бұл жолы біреу екі алса, одан кейінгі тағы біреу алады. Ол үшін балалар үйінің директоры әдетте тәрбиешілерге ұрсады, ал олар бізге айқайлайды. Бұл жолы Райфа апай біздің тәрбиешіміз, бәрімізді жинап алып, екі алғандарға ұрсуды бастады. Сендер арам тамақсыңдар, сілекейіне шашы айқайлап тұр. Жылы жерде ұйықтауды, тойып тамақ жеуді ғана білесіңдер. Басқа жұмыстарың жоқ. Сендерді асырағаннан мемлекетке шошқа фирмасын ашқан ана ғұрлым тиімдірек. Сендер біздің балаларымыз түсінде де көрмеген игіліктерге шомылып жүрсіңдер. Жарты тырнақтай болса да пайда жоқ сендерден. Күндердің күнінде бізден не пайда болады, деді Амилай. Өзінің сөзін бөлген үшін Райфа апай тіпті қатты ашуланды. Шайтан алғыр сен бе? Мен сөйлеген кезде аузыңды ашушы болма, ақымақ. Мен шайтан алғыр емеспін. Үндемей қалу қолынан келмесе, мәссаған. Райфа апай аяғынан ауыр тәпішкені бірден шешіп алып, Амилайға лақтырып жіберді. Тәрбиешінің қаруы нысанға дәл түсті. Тәпішке қыздың қолынан қатты тиді. Қолы ауырғандықтан ол жылап шығып кетті. Бәрінің көзінше Амилайның аузын жаптырғанына масаттанып, тәрбиешінің көңіл күйі бірден көтеріліп кетті. Сол жағдайдың қожайыны ретінде сезінген ол бізге ұрсуын ерекше сезіммен жалғастырды. Енді бәрімізге тиісті. Мен ойланып мынадай шешімге келдім. Райфа апай тоқтаусыз ұрысқаннан терлеп кеткен көзілдірігін сүртті. Халықта сөз бар, қолы қимылдағаннан аузы қимылдайды. Бұл мақалды мен басқаша айтар едім. Кім оқымайды, сол тамақ жемейді. Сондықтан бүгіннен бастап байқау жарияланады. Осы 90-ды кім бәрінен үздік, үштік бағасыз аяқтайды, сол жүлде алады. Бүкіл топ оған бір реттік түстен кейінгі тамағын береді. Осындай талапқа келісесіңдер ме? Көпшілігі келісім берді. Динар деген бала ғана үндемей қалды. Шынын айтқанда ол барлық сабақтардан екі алып қажып жүрген еді. Күн сайын ол мектептен жаман бағалар алып келетін. Жұрттың күлкісіне қалған оған академик деген лақап ат берілген. Сен неге үндемей отырсың, академик? Райфа апай мысқылдай сұрады. Білмеймін, деді Динар. Түстен кейінгі тамаққа қандай да бір жемістер берілсе, оның барлығы әлгі оқымыстыға беріле ме? Қолынан келсе сол оқымысты сен бол, деп тәрбиеші кесіп сөйледі. Жарайды, академик үнжырғасын түсірме. Келсе сал, қандай жағдайды да сен жеңімпаз боласың. Біреу Динараға қатты әзілдеп еді, барлығы күліп кетті. Тәрбиешіміздің бұл байқауын біреулер дұрыс қабылдаса, біреулер ауыр күрсінді. Бірақ қалай болса да Райфа апайға қарсы бірдеңе деп көр, оның тәбішкесі немесе көп кілттерден ауыр жиынтығы бізді ақылға үйретуге үнемі дайын тұрады. Мұнда балалар үйінде бізді жемістер беріп жиі еркелетпейді. Астанадан үлкен қонақтар келгенде ғана бізге біраз тәттілер беріледі. Анда-санда алма береді. Оны да бізден мықтырақ балаларды тартып алады. Түстен кейінгі тамаққа кешігіп келсен, онда саған ештеңе бұйырмайды. Саған тиесілі міндетті түрде біреу есіне алады. Кей кездерде тәтті алмаларды сондай жегін келеді. Тіпті бір шелегін жеп қоюға даярмын. Біздің тобымызда бүгінде 20 шақты ұл қыз тәрбиеленіп жатыр. Егерде осы 90-да барлығының жақсы аяқтасам, онда елестету де қиын. Маған 20 алма беру мүмкін. Міне, мен солайша қып-қызыл нәрлі алманы қырш еткізіп тістеп жеймін. Мен үшін керемет мереке болады. Көз алдымда пайда болған суреттен сілекейім шұбырып кетті. Жоқ, бос қиялдай бермейін.
одан тіпті қиындау түседі. Кімнің жеңетін әлі белгісіз. Мүмкін мен жеңімпаз бола алмаспын, өзіме тиесілі үлестен айырылып қалмайын. Бәрінен даяр болуым керек. Бәрібірде оқу үлгерім үшін қойылатын жақсы бағалар менен басқа ешкімге керек емес. Бәрібір сабақты жақсы оқуым керек. Райфа апай жарияланған байқау топтағы көпшілікті баланың қолдауына ие болды. Біразы жуық балалар оқуларына жауапкершілікпен қарай бастады. Біреулер үшін бұл келісім ешқандай маңызы атқармады. Далада қалай алудан түрлі гүлдер өссе, біздің топтағы балалардың да түрлі мінездері бар. Арамызда алға ұмтылатын оқушылар да бар, жалқаулар да бар. Бір ауыз сөз сөйлете алмайтын, үндемейтіндер де бар. Бірден айда бастап берсең, аузы жабылмайтын қырттар да бар. Тобымыздан тәрбиеленушілер мектепте болғанда әйтеуір бір оқиғаларға міндетті түрде тап болып жатады. Ол жайттардың куәгерлері бәрін балалар үйіне алып келіп, түк қалдырмай айтып береді. Бүгін Динар академикпен болған нәрсе бірден бүкіл балалар үйіне жайылып кетті. Динар оқуға селсоқ қарайды. Ол мектепке ешқашан кітаптар мен дәптерлерін апармайды. Оның сөмкесінде оқу жылы біткенше бір ғана қалың дәптер жатады. Оған ол анда-санда математика, физика пәндері бойынша жазу жазады. Кейде география бойынша бір-екі сөйлем жазып қояды. Шамасы ол қалың дәптер дегенді барлық сабақтарға біреуін ғана пайдалану деген түсінетін болар. Сонымен математика сабағы болып жатқан. Динар сыныпқа кіріп, артқа қарап өтіп, бір қатарға 4 орындық қойып, жатып ұйықтап қалған. Мұғалім оны көрмеген. Оқушылар бірінен соң бірі тақтаға келіп есеп шығарып жатқан. Сабақтың бір қызған кезінде талас болып қалды. Бір сыныптасымыздың үй жұмысын біреулер дұрыс орындаған деді, енді біреулер қате жасалған деді. Апай, барлығымыз дұрыс жасалғанда онда есеп сіздің бізге үйреткен формуласымен шығып тұр ғой, деп біреулер дәлелдегісі келді. Не айтып тұрсын, онда қателер өріп жүр, деп тағы біреулер қатты сөйледі. Таластың қашанға деген жалғасары белгісіз болар еді. Кенеттен артқы қатарда біреудің сөзі естілді. Неменеге шуылдап кеттіңдер, адамға ұйқы бермедіңдер ғой. Бәріміз бірден тыныштала қалдық. Мұғалім де, балалар да не болғанын білген соң бәрі қарқылдап күліп кетті. Біздің академик ұйықтап кетіп, сабақта екенін ұмытып кеткен екен. Динар сабаққа барады ғой әйтеуір, ал Даяна сабақты мүлдем ойламайды да. Кей кездерде ғана келді деп көріну үшін пайда болады. Көбіне ол сабақтарға келмейді. Таңертең балалар үйінен шығады, жолдан өзінің достарына қарай бұрылып кетіп, темекіні әбден тартады. Онан соң бірдеңе етіп, әйтеуір уақыт өткізіп, балалар үйіне тура түскі асқа келеді. Ол өзіне тіпті ақталатын сөз тауып алған. Мен дене шынықтыру техникумына оқуға түсемін дейді. Онда түсу үшін көп білімнің қажеті жоқ, күш қуатым болса болды. Көресіңдер, бірнеше жыл Астанадағы техникумда оқимын да, деревняма оралып, мектебіміз директоры боламын. Сол кезде маған 2 қойып қинаған мұғалімдердің басына болт үйремін. Олардың жанып тұрған шоқтың үстіне жүгіртемін. Әмиля да соңғы кезде оқу үлгерімі түзей бастады. Үй жұмысын орындауға үлкен жауапкершілікпен қарайтын болды. Маған мектепте назар да аудармайды, ал жұмыстарын көмек керек болып қалған кезде мазамды алып, артынан қалмай қояды. Әмиля мектепте өзін пан, тәкаппар ұстайды. Сыныптастар онымен сөйлесуді өздеріне мерей санайды. Оның кез келгенмен сөйлеспейтінін барлығы біледі. Оның тілі де кескінінді уақытта.
Әмилияның денесі сәл толықтау. Бірде сыныптас қыз Әмилияны кемсіту үшін бәрінің көзінше. Толық қыздарды сондай аямаймын. Жігіттердің ешқайсында олар ұнамайды, деді Әмилия тұрып қалмай оған жауап берді. Жігіттер сүйекке жүгіретін аш иттер емес. Менің керісінше арық қыздарға жаным ашиды. Бірде Әмилия қоңырау кезінде жаныма келіп отырды да менің қал жайымды, сабағымды, көңіл күйімді сұрай бастады. Жоспарларын туралы сұрады. Саған қараймын да, Ильяс, таң қаламын, деді күлімсіреп. Мектепке ылғи уақытында келесің, кешікпейсің, бәрін білесің, мұғалімдердің сұрақтарына дұрыс жауап бересің. Асыра мақтама, көзін тиіп кетер. Неге мақтамасқа? Сен сияқтының бұған дейін кездестірмедім. Білесің сен, Ильяс, өзімен араласу, сөйлесу мен үшін бақыт. Мен сыныптасымның салған беттен мақтай жөнелгеніне аң-таң болып қалдым. Келесі қоңырауда Әмилия жаныма тағы жақындап келіп, Ильяс, не, сенің басың компьютер ме? Сен бәрін қайдан білесің, деді. Сабақтан қалмаған, мұғалімді зер салып тыңдаған кез келген жан осы нәрселерді білетін болады. Кәне, басымызды ауыстырайықшы, Әмилия күле әзілдеді. Біразға дейін Әмилияның бұл іс-әрекетін түсінбедім. Мақтанғанда бұлбұлдай сайрайды. Мүмкін емес, мұның астарында бір себеп бар шығар. Ақыры математика сабағында бәрі белгілі болды. Ильяс, біздің ақылдымыз, менің сенде бір өтінішім бар. Әмилия маған қарай жақындады. Білесің бе, қазір математикада емтихан болады. Кейде қиын формулярдан шатасатыным бар. Сенімен бір партада отырсам бола ма? Маған аздап көмектесіп жіберсең. Сыныптасым Әмилияның жаны жадырап, маған бәйек болып жүргенін себебі осы екен ғой. Мен аңқау, шынында да жылы сөзбен жомарт мақтауға лайықтымын деп сене жаздадым. Оған бірден келісім бергенімді өзім де білмей қалдым. Отыр, маған көмектесу ешқандай қиындық тудырмайды. Сабақтар біткен соң біз балалар үйіне қарай жарыса жүгіреміз. Әдетте топ бойынша кезекшілер түскі астың дастарханын әзірлейді. Бірінші тамақты тәрелкелерге құяды, нан қояды. Кешіксен сорпа суып қалады. Салқындап қалған сорпадан ешқандай пайда да сезім де жоқ. Асханаға тездетіп жүгіріп келсең де ыдысында ештеңе қалмай қалатын кездерде болып тұрады. Сондықтан тезірек жүгіріп бармасқа амал жоқ. Бүгін ерекше себеп бар. Әмилия жағымды жаңалықты жеткізді. Түскі асқа бізге алмұрт тарату мүмкін. Алақай, балалар үйінде жылдамырақ бару керек. Жемістің тәтті дәмін таңдайымен сезініп үлгердім. Ерінімен тәтті шарын ағып барады. Қандай керемет. Осындай ой ойлағаннан аузымнан алмұрттың бал татыған дәмі сезіліп кетті. Қас қылғандай, осындай сәттерде кедергілер шыға келеді. Қазір де солай, барлығы баяғыда ақ жүгіріп кетті. Бізді сабақта ұстап қалды. Сабыр сақтап, төзімділік таныту керек. Әлде сабақтан қашып кету керек пе? Жоқ, болмайды. Кейін мұғалім сазайымызды береді. Бірақ ағашта ілініп тұрған піскен алмұрттар қайта-қайта елестеп жаныма тыныштық бермей тұр. Сабақтан кеш келдім. Киімді ауыстырмастан бірден асханаға бардым. Енді алмұртымды жеймін-ау. Жоқ, бірден жей салатын мен тоғыштар емеспін. Ең бірінші ерекше ләззатпен тістеп шырынын жұтамын. Өзімнің үстеліме жүгіріп барғанымда сасқалақтап абыржып қалдым. Алдымда шіріген, көгерген бір нәрсе жатты. Бүгінгі арманымның жемісі деп оны айтуға да жарамайды. Өз көзіме өзім сенбедім. Қолыма шірік алмұртты қалай алғанымды, алақанымнан сасыған сұйықтық ағып бара жатқанын да білмей қалдым.
арманым мұжылып, сыртқа ағып бара жатқандай елестетеді. Шіріген жемісті қайтадан үстелге тастадым да асханаға жүгіріп шығып кеттім. Бірнеше күннен кейін менің тәтті алмұртым қалайша шіріген жеміске айналғанын білдім. Бұл Даянаның кезекті оңбағандығы екен. Ол бірінші өзінің алмұртын тез жеп алып, одан соң менікін жеген. Сонымен қоймай, маған қыр көрсетіп, қоқыс шелегінен шіріген алмұртты тауып алып, менің ыдысыма салып қойған. Сол күні оның үлесімді жеп қоюына емес, мені масқаралағанына жүрегім ауырды. Шіріген жемістерге қарағанда шіріген жандар жиіркенішті көрінеді. Сол бір шіріген, көгерген, сасық алмұрт сияқты жан дүниесі бүлінген жандар да сасық иістен бүкіл әлемге мүңкітіп тартады. Оқу тоқсаны тез-ақ байқалмай өтіп кетті. Таңғы тұман сияқты алмұрт жайлы оқиғада ұмтылды. Бірде түскі астан соң бәріміз бөлмеде жиналдық. Тәрбиеші Райфа апай өткен 90 туралы жиналыс өткізді. Мен сөзімді ылғи орындаймын деп бастады Райфа апай. Сендердің естерінде ме? 90 басталғанда біз байқау жарияланған едік. Жеңімпаз сыйлық ретінде бүкіл топтың түстен кейінгі асын алады деп келіскенбіз. Бәрін соған келістіңдер. Міне, айтқанымызды орындайтын кез келді. Райфа апай менің алдыма алмаға толы үлкен пакетті қойды. Ренжімеңдер, бірақ бұл 90-да оқу үлгерімі жағынан Ильяс ең үздік болды. Ильяс қана оқуды үшсіз аяқтады. Құттықтаймыз, Ильяс, ас болсын. Ештеңе айта алмадым. Райфа апай тез шығып кетті. Топтағы балалар маған телміріп қарап қалды. Олардың көзқарастары жанымда тырнап барады. Осы 90-ды үшсіз аяқтауды қалай армандап едім. Енді міне, оған өкініп тұрмын. Пакетті алдым да алмаларды балаларға тарата бастадым. Осы кезде біреу құлағыма сыбырлады. Даянаға берме. Есіңде ме, ол кезінде саған шіріген алмұрт қойып қойған еді ғой. Даянаға кезек келгенде пакетке бір-ақ алма қалған болатын. Мен үнсіз ол алманы Даянаға ұсындым.